Ассалаумалейкум достар. Бүгін біз ешқандай дәмдеуішті пайдаланбай-ақ өте вкусный болып шығатын дәл осындай бауырдан шашлык дайындайтын боламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мен қойдың бауырын пайдаландым. Дәл осындай бауырдың сыртында клёнкасы болады. Барлық жерінде клёнкаларын тазалап алып тастаймыз. Және видеода көрсетілгендей етіп, дәл шашлик сияқты торап аламыз. Бауыр өте пайдалы өнім болғандықтан, әрдайым пайдаланып жүріңіз деп кеңес айтамын. Өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады, ешқандай мангал да қажеті жоқ. Үйде от жақпай-ақ жасауларыңызға болады. Тек қана тұз себеміз. Тұздың өзі жеткілікті, ешқандай дәмдеуіштердің қажеті жоқ. Тұз себіп жақсылап араластырып шетке алып қоямыз. Енді қойдың іш майы дәл осындай лента сияқты кесіп аламыз. Барлығын кесіп шығатын боламыз. Өте керемет, пайдалы әрі тез дайын болатын тағамдарымыздың бірі. Көкөністерді де пайдаландым. Сіздер қалауларыңызға байланысты пайдалансаңыздар болады. Баклажанымызды, қызыл тәтті бұрышымызды дәл осындай үлкен етіп кесіп аламыз. Жасыл бұрышымызды, қызыл ащы бұрыш қалауларыңызға байланысты. Помидорымызды үстіне тұз себіп, қызыл бұрыш, қара бұрыш септім. Өте дәмді болып шығады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оларды да бір-бірі араластырып жіберіп, шетке алып қоямыз. Лента кесіп алған іш майымызға бауырымызды орап шығамыз. Дәл осылай барлығын орап шығатын боламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Ол жерде тағамдар, өте керемет торттар, пирожнилар, сусындардың рецепттерін табуларыңызға болады. Үй жағдайында өте оңай дайындалатын рецепттер көріп, каналыма тіркеліп алыңыздар. Достарыңызға, жақындарыңызға таратуларыңызға болады. Дәл осылай барлығын орап шығатын боламыз. Үй жағдайында күнделікті демеймін, анда-санда бір жасап жеуге өте керемет болып шығады. Бауырымызды дәл шашлик сияқты өткізіп аламыз. Дәл осылай барлығын шпажкеге өткізіп шығатын боламыз. Ең бастысы табиғи өнім. Ешқандай дәмдеуішті пайдаланған жоқпыз. Енді көкөністерімізді де дәл шашлик сияқты өткізіп алатын боламыз. Дәл осылай барлығын өткізіп шығатын боламыз. Бауырым артып қалды. Бүйрегімізді салып, тәтті бұрыштарымызбен қуыруды қаладым. Қызып тұрған майымызға пиязымызды салып аламыз. Пиязымыз қып-қызыл болып қуырылғанға дейін жақсылап араластырып тұрамыз. Осылай қызарғаннан кейін бауырымызды, бүйрек майымызды және тәтті бұрыштарымызды салып жақсылап қуырып аламыз. Қып-қызыл болып өзін-өзіне араластырып қуыратын боламыз. Ешқандай дәмдеуіштің қажеті жоқ, дәмдеуіш салмаймыз, тек қана тұз саламыз. Помидорымызды саламыз, ерекше дәм береді, және кішкентай ғана су құйып 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Тез дайын болады. Ол арада
грилкамызды қыздырып алып, шашликтерімізді теріп шығамыз. Шашликтеріміз қызаруды бастаған кезде екінші шетін аударып тұратын боламыз. Сонда тез барлығы бір келкі болып піседі. Дәл осындай аппетитный шашликтер болғалы тұр. Міндетті түрде жасап көріңіз деп кеңес айтамын. Бауырымыз дайын. Шашлигіміз де дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте вкусный болып шығады. Пайдалы әрі тез дайын болатын шашликтерімізді дастарханға тартуларыңызға болады. Шашликтеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді комментария жазып қалдыруларыңызға болады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеоларда көріскенге дейін сау болыңыздар.